сәлеметсіңдер ме оқушылар? 7-ші сыныптың физика сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы кері итеруші күш, Архимед күші. Сабақты әзірлеген Тұрғанбаева Гүлжазира. Нөмірі 51-ші Мұхамеджан Қаратаев атындағы жалпы орта мектебінің физика пәні мұғалімі, Жаңақорған ауданы. Бүгінгі сабақта сендер сұйықтар мен газдардағы кері итеруші күшінің табиғатын түсінесіңдер. Есептер шығаруда Архимед заңын қолдануды үйренесіңдер. Ауада ауыр болып сезілетін тасты су астында оңай көтере аламыз. Ағаш тығынды суға батырып жіберіп қалсақ, ол су бетіне қалқып шығады. Кішкентай темір кесегі суға батады да, алып кемелер батпайды. Сендер осы құбылыстарды қалай түсіндірер едіңдер? Суретте көріп отырғандарыңдай, тастың ауадағы салмағы 3,5 ньютонға тең, ал судағы салмағы 0,5 ньютонға тең. Демек, тасты суға батырған кезде оның салмағы азаяды. Бұның себебі сұйыққа немесе газға батырылған денеге ауырлық күшіне қарама-қарсы бағытта, яғни төменнен жоғары қарай кері итеруші күш әрекет етеді. Бұл күшті ежелгі грек ғалымы Архимед ашқандықтан Архимед күші деп аталады. Архимед заңы былай тұжырымдалады. Сұйыққа батырылған денеге әрекет ететін ығыстырушы күш дененің батқан бөлігінің салмағына тең. Сұйыққа батырылған дененің көлемі ығыстырып шығарған сұйықтықтың көлеміне тең. Архимед күші қандай шамаларға тәуелді екенін білу үшін тәжірибелер қарастырып көрейік. Бірінші тәжірибеде 3 түрлі сұйықтыққа, яғни сүтке, суға және бензинге бірдей дене батырылған кезде дененің сұйықтықтан көтерілу деңгейі әртүрлі екендігін көруімізге болады. Сүттің тығыздығы судың тығыздығына қарағанда жоғары болғандықтан, сүт тарапынан денеге көбірек ығыстырушы күш әрекет етеді. Сол себепті дененің көтерілу деңгейі жоғары болып тұр. Ал бензиннің тығыздығы судың тығыздығына қарағанда төмен болғандықтан, бензин тарапынан денеге әрекет етуші ығыстырушы күштің мәні аз. Сондықтан дененің көтерілу деңгейі төмен болып тұр. Демек, неғұрлым сұйықтықтың тығыздығы жоғары болған сайын, сұйықтықтың тарапынан денеге әрекет етуші ығыстырушы күшінің мәні де соғұрлым жоғары болады. Екінші тәжірибеде бірдей сұйықтыққа, мысалы, суға көлемдері әртүрлі екі дене батырылған. Суретте көріп отырғандарыңыздай, көлемдері кішкентай денеге аз ығыстырушы күш әрекет етуде, ал көлемі үлкен денеге үлкен ығыстырушы күш әрекет етуде. Демек, неғұрлым дененің көлемі жоғары болған сайын, оған әрекет етуші ығыстырушы күш, яғни Архимед күші соғұрлым жоғары болады. Қарастырылған тәжірибелерден Архимед күші сұйықтың тығыздығына және дененің көлеміне тура пропорционал екендігін біз байқадық. Архимед күшінің формуласы былай өрнектеледі. Фа тең Ро көбейтілген G көбейтілген В. Бұл жерде Фа дегеніміз Архимед күші. Өлшем бірлігі Ньютон. Ро С дегеніміз сұйықтықтың тығыздығы. G еркін түсу үдеуі. Вд дегеніміз дененің көлемі. Сабақты бекіту мақсатында төменде берілген сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Бірінші сұрақ. Неліктен денені суға батырған кезде динамометрдің көрсеткіші өзгереді? Екінші сұрақ. Неге өзен суына қарағанда теңіз суында жүзген жеңілірек? Үшінші сұрақ. Неге адам арқасымен жүзгенде өзін жеңіл сезінеді? Төртінші сұрақ.
Архимед күшінің бағыты қалай бағытталады? Егер де сендер осы сұрақтарға дұрыс жауап бере білсеңдер, демек тақырып сендерге түсінікті болды деген сөз. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар.